Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видео жазбада мен 8 қабатты бет перденің қарапайым әдісін көрсетемін. Марледен тігілген бет пердені жуып, үтіктеп, қайта пайдалана беруге болады. Тігу үшін бізге 80 см ұзындығы, 30 см ені, 4 бұрышты марлы қажет. Сондай-ақ 4 см ені, ұзындығы 17 см серпімді резинка қолданамын. Осында бізге 2 дана қажет. Егер қолыңызда резинка болмаса, онда сіз марледен бау жасап алуға болады. Бау жасағанday біз 4 марлемізді кесілген жерден жартысына бүктеу керек. Жартысына бүктеп, тағы да жартысына бүктеу, екілеп бүктейміз. Тағы да жартысына бүктейміз. Міне осындай болады. Енді ортасын тауып, міне екі жақтың ортасын белгілеп қойдым. Енді бір резинкамызды аламыз да, ортасынан 1 см қалдырып, резинканың бір ұшын бекітеміз. Қолапқымен екінші ұшын резинканың марлінің шетінен 1 см қалдырып, екінші жағын бекітеміз. Осылай етіп, екінші жағына да екінші резинкамызды бекітеміз. Міне дайын болды. Екі резинканы екі жағынан қатайттым. Егер сізде серпімді резинка болмаса, онда марледен 4 бұрышты 35-6 см жолақ кесіп алуларыңыз керек. Енді бұл марледен бау жасаймыз. Ол үшін марленің бір жағын қайрамыз. Екінші жағынан да солай етіп, шеткі жиектерін ортасына қарай қайтадан жартысына қарай бүктейміз. Одан кейін оны 2 бүктейміз. Осылай болу керек. Баудың барлық ұзындығын мен бастыра тігіспен машинада немесе қол тігісімен тігіледі. Жиектер ішіне жасырылады, ешқандай шашақты шеттері болмайды. Бау толығымен дайын болғаннан кейін резинканың орнына жолақты бекітеміз. Бекітіп, матаға осылай бекітуіміз қажет. Болапқымен бекітуіміз қажет. Осындай жиекті осылай ортаға қалдырамыз да, осылайша бізге 4 бауды бекітуіміз қажет. Менің ойымша біз бұны түсіндік. Енді ара қара жүрейік. Болашақ марлы бет пердесін біз 2-ге бүктейміз. Ыңғайлы үшін қосымша болапқылармен бекітеміз. Біздің матамыз қозғалмау үшін әр жерден біз болапқымен бекітеміз. Міне бұлай еді біздер. Болапқымен бекітіп болғаннан кейін біз шеттерін тігіп шығуымыз керек. Машина тігісімен тігіп шығуымыз керек. Ол үшін біз ортада 4 см етіп ортаға тесік қалдыруымыз керек. Ол не үшін? Жаңа біз тігіп болғаннан кейін оны бізге айналдыру үшін. Енді мен қазір машинада бет перде теріс жағынан осылай көрінеді. Сырып тігіп шықтым. Қосымша бұрыштарын кеспеймін. Марлы өте жұқа, ыдырап кеткенін қаламаймын. Енді біз бет пердені тесік арқылы алдыңғы оң жағына айналдырамыз. Міне бет перде дайын. Қалдырған 4-5 см тесікті қол тігісімен немесе машина тігістерімен шеттерін сырып тігеді. Енді біз қазір қатпарлар жасаймыз. Ол үшін мен шетінен 3 см қашықтықта матаны өзімізге қарай бөгемізде қатпарлар қалыптастырамыз. Оны болапқымен бекітеміз. Тағы да өзімізге қарай матаны бөгіп
екінші қатпарды қалыптастырамыз. Оны да тағы екі жағын булавкамен бекітіп аламыз. Осы булавкаларды бекітіп болғаннан кейін ары қарай біз біркелкі етіп басынан аяғына дейін машинаға сырып тігеміз. Бетперде толығымен дайын, өте ұқыпты болып тігілді. Сау болыңыздар.